Ассалаумағалейкум. Қадірменді халайық. Қазақ халқына жолдама десем де болады. Құрметті ағайын, мен қазір өзім курьер болып жұмыс істеп жатырмын. Заман талабына сай өздеріңіз білесіздер, қазір мынандай жағдайда курьерлердің жаңағы жұмысы жүріп тұр. Сондықтан осы курьер жұмысында істегелі бері мен біраз нәрсеге көзім жетті да, және намысыма тиіп ашуымды келтірді. Мысалға қарап отырсаңыздар, қай жерге бармасақ та, мен мысалға қазіргі уақытта Алматыда жүрмін, Алматыда тұрамын. Алматыда жүрмін. Сонда мысалға Алматының өзінде, мен солтүстікті айтпағанның өзінде неше түрлі жаңағында тіл жағынан қысымдар жүріп жатыр ғой. Мысалға ше, қысым болғанда да мысалға қай жерге бармасаң да орысша сөйлейді, қай жерге бармасаң да орысша сұрайды. Мен өз елімде, өз жерімде өзім би, өзім қожа болуым керек, біріншіден. Екіншіден, мынандай мәселе бар. Бізге қорқа батыр болды демекші, қорқа беретін уақыт жоқ болды. Жетеді, мынау бар ғой, мен бүгінгі жаңағы немі, бүгінгі маған істеген жаңағында істері шектен шығып кетті жаңағында. Менің істеп отырған жаңағы курьерлік компаниямның өзі де мысалға орыс компаниясы болып саналады да, оның о жердің барлығында орысша сұрайды, орысша сөйлейді, орысша жаңағында менен талап етеді. Мен жаңағында не түрде бәрібір сонда да қазақша сөйлеуге тырысып жатырмын. Және алдында да қаншама уақыт бір жағдай болғаннан кейін де қазақшаға сөйлеуге тырыстым. Шариғатта да айтады, егер де сендер намыстарыңа тырысып, намыстарыңды қорғап, нәрселеріңді істейтіндер болсаңдар, Аллах тағала сендермен бірге дейді. Сондықтан өз елімізде, өз жерімізде жүріп, біз деген басқа ұлттың несін сөйлейтін уақыттан кеттік, болды, жетеді енді. Мынау жан айқай деп нетсе де болады, ашуым деп айтсақ та болады. Ал енді сонымен қатар орыс тілін сөйлегенмен қатар тағы да жаңағы өзімнің компаниямнан ендігі содан тағы да ақырындап ақша ұстап қалып жатыр. Оны мен бөлек сөйлесем, оны мен өзім бөлек барам, оның бәрін дәлет еткізіп, олардың жаңағындай ақшасын төлеткізу керек. Міне ағайын, қараңыздар, бұл жаңағындай не болып саналады да, сен мысалға өз елімізде тұрып, біз бөтен тілде сөйлеп жүрміз да, ал жаңағындай қазақ тілі бір қайдағы бір жай не сияқты болып тұр да, бір қолданыстағы жай үшін бір бытовой сөз сияқты болып қалғанда, олай болмайды, ондай сөз болмайды. Қазақшамыз дамыту керек, қазақша сөйлеуіміз керек біз. Өзімізді сыйласақ, ағайындар, қазақша сөйлеп, қазақша сөйлеуді талап етуіміз керек біз. Қандай жағдай болмасын, қайда жүрсеңіздер де, қайда тұрсаңыздар да, Қазақстандасыз ба, қазақша сөйлеуге тырысыңыздар, қазақша сөйлеуді талап етіңіздер. Бұл шектен шығып бара жатыр. Мен түсінемін, бұрынғы жағдай, бұрынғы кезде СССР-дің құрамында болған шығармыз, сол кезде орысша сөйлеу керек болған шығар. Қазір тоқтату керек бұл нәрсені. Бұл сұмдық екен. Мен бұрын алдында анау интернетте көріп жатқан, ютубта болып жатқан анау бір белсендіміз бар ғой, азаматтық белсендіміз. Сол кісі сондай нәрсе, қазақ тілін дамыту керек, қазақша сөйлеуіміз керек деп айтып жатқан кезде, бұл не деп жатыр, солтүстікте солай шығар деп ойласам, солтүстікте ғана емес, Қазақстанымыздың басқа жақтарында да сондай екен. Бұндай жаңағындай қысымды тоқтатқызу керек, барлық жақта қазақша сөйлеткізу керек. Сол жолда жұмыс жасасақ та, сол неге тырысуымыз керек та, қазақша сөйлетуіміз керекпіз. Жақсы ағайын, сау болыңыздар, бірақ та қазақшаны талап етіңіздер, бәрін қазақша сөйлеңіздер.